Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгінгі айтатын фильмді осыдан бірнеше жыл бұрын көргенмін. Бұл кино жайлы есіме түскенше сіздерге айтып берейін. Бұл енді «Лишенные голоса» деген фильм екен, көпшілігі біледі деп ойлаймын. Бас кейіпкер Кан Ин Хо кішкентай қызын анасына тастап ауыл мұғалім болып жұмысқа тұрады. Ол жұмысқа тұрған мектеп жай мектеп емес, мылқау балаларға арналған мектеп. Мұғалім сабақ бергеннен бастап, орысша айтқанда олардың зажаты екен көреді. Яғни балалар әрдайым көңілсіз, өте тұйық. Бұл интернат мектеп болғаннан кейін балалардың барлығы бір жерде тұрады. Бір күні бұл мұғалім балалардың жылағанын, айқайлағанын естиді. Содан ол бұл жайлы завучке, өзге мұғалімдерге айтса, олар онда ештеңе естімегенін алға тартады. Біраз уақыт өтеді, ал мұғалім болса күнде түнде бұл дыбысты ести береді. Ол балаларға жақын болып, оларға қамқорлық танытып, олардың сеніміне кіргеннен кейін балалардың қандай жағдайда болып жатқанын айтады. Балалар осы уақытқа дейін мектеп директорынан, завучтан, мұғалімдерден таяқ жеп зорланып келеді. Зорланып келе жатқан тек қыз балалар емес, ұл балалар да бар. Тіпті бұған шыдамай пойыздың астына түсіп мерт болған бала да бар. Баланың зорланған сәті, қорланған сәті, таяқ жеген жері барлығы ашық көрсетіледі. Мұғалім көп ойлана келе, сол ауылдағы әлеуметтік қызметкермен бірігіп шу шығарады. Яғни балалардың қорлық, оның ішінде зорлық көріп келе жатқанын айтады. Олар полициядан да, шенеуніктерден де көмек сұрайды. Бірақ ешкім ештеңе көрмегендей, білмегендей. Оқушылардың қандай қорлық көргені өздері видеоға түсіреді, үлкен шу болады. Ұзаққа созылған сот отырысы болады, мектеп директоры да, завуч та соттың алдында жауап береді. Алайда куә болған барлық мұғалімдер, түрлі адамдар ондай болған емес, көрген емеспіз, естіген емеспіз дейді. Мылқау балалардың туыстарының бірі де сотқа қатыспайды. Яғни сотта тек балалардың көрген қорлықтары айтылады, бірақ оған ешқандай дәлел болмайды. Сондықтан сот ешкімді соттамайды, айыпталғандар ақталып шығады. Бұл фильм өмірден алынған жағдай, сондықтан өмірде болған жағдай жайлы фактпен бөлісе кетейін. Жалпы фильм жазушы Чон Чжи Йонның Докани романы бойынша түсірілген. Бұл Кореядағы Кванчжуда болған жағдай өмірде болған. Фильм шыққан кезде зорлықшылар фильмнің режиссерінде, роман авторында жалған жала жапты деп сотқа бермек болған. Романда 2000 мен 2005 жылдары болған түрлі мектептердегі зорлық істері жазылған. Бұрын Кореяда 13-тен кіші балалардың ПДФ-дан көрген қорлығына заң болмаған. Болғанның өзінде де өте әлсіз жұмыс жасаған. Дәл осы фильмнен кейін ПДФ-ларға қатысты заң қатайған, күшейген. Фильмде көрсетілгеннен де асқан өте көп қорлық, зорлық көріп келген ол Инха деген мектепте орын алған. 10 жылдан астам бойы бұл жалғасып келген. Кейбір оқушыларды жылдар бойы қорлап келген. 6 оқушы психологиялық жарақат алған. Шынайы өмірде 40 мұғалімнің ішінде 14 мұғалімге айыпталған. 14 мұғалімнің ішіндегі 13 адам жазадан құтылып кеткен. 2011 жылдың қараша айында, яғни осы фильм шыққасын 2 айдан кейін жаңағы аталған мектеп жабылды, ал іске қатысы барлар 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Жалпы фильмге обзор дегенмен де бұл қысқадан нұсқа айтылған обзор. Жалпы фильмде әрине ешкім сотталмайды, мұғалім өзінің қаласына қайтады, балалар солай бұрынғыша оқи береді. Әрине өкінішті жағдай, дегенмен де осы фильм көп нәрсені өзгертті, заңды өзгертті, қоғамның мылқау балаларға деген қарым-қатынасын өзгертті. Сондықтан да мүмкін егерде толығырақ білгіңіз келсе, бұл фильм туралы фильмді көру керек шығар. Фильмнің аты «Лишенные голоса». Мен бұл жайлы Инстаграмда да, ТикТокта да бірнеше видео түсіргенмін. Өте ауыр фильмдердің бірі. Сондықтан да көруге әрине кеңес берем. Дегенмен де бірден ескертейін, тағы да ескертейін. Фильм өте ауыр. Егер видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, азамат тіркеле кетіңіздер, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер, және менің Инстаграмдағы, ТикТоктағы Дорамшик ағайдың парақшасына жазылуға шақырамын.